Ассаляму алейкум қыздар. Бүгін осындай дәмі керемет, ерекше, әдемі шу пирожныйын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең біріншіден бояғыш қосылатын қамырымызды дайындап аламыз. Бізге осындай бөлме температурасында тұрған сармай қажет. Мен сармайды миксерлеп алдым. Енді қант ұнтақты, яғни сахарный пудраны екі бөлікке бөліп салып миксерлеп аламыз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнды салғаннан кейін ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ. Кішкене араласса болғаны. Мінекей барлығын миксерлеп алдық. Енді қолымызбен бір келкі масса болғанша қамыр илейміз. Мінекей осылай қамыр шықты. Мен қамырларды теңдей екі бөлікке бөліп алдым. Өйткені мен екі түске бояймын. Сіздер үшке немесе төртке бөліп, өз қалауларыңызша әр қалай түске боясаңыздар да болады. Бояғыштарды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі масса болғанша. Неке қызыл түсті қамырымыз дайын болды. Енді жасыл түсті де солай салып, жақсылап араластырып аламыз, бір келкі масса болғанша. Мінекей қамырлар дайын болды. Енді осы қамырды алып, таза пакетке немесе осылай пленкаға орап, мұздатқышқа 1 сағатқа қойып аламыз. Жасыл түсті де дәл осылай орап аламыз. Мұздатқышқа 1 сағатқа қоямыз. Енді қайнатпалы кремді дайындайтын боламыз. Кремге қажетті заттар: жұмыртқа, сарымай, сүт, ванильный сахар, қантты ұнтақ және де кукурузный крахмал. Біріншіден ыдысымызға сүтті құйып, баяу отта ысытып аламыз. Қайнатудың қажеті жоқ. Жұмыртқаға ванильный сахар мен қантты салып, жақсылап араластырып алдым. Үстіне кукурузный крахмалды салып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Үстіне ыстық сүтімізді құйып, тездетіп араластырып, қайта ыдысымызға құйып, баяу отта қоюланғанша ұстаймыз. Қатты қайнатудың қажеті жоқ, тоқтаусыз тездетіп араластырып тұрмасаңыздар, түйіршік болып асты күйіп кетеді. Неке осындай масса болғанша ұстадым. Енді оттан алып, үстіне 50 грамм сармайды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тез салқындау үшін басқа ыдысқа салып алдым.
бетін пленкамен жауып, жақсылап жабамыз, ауа өтпейтіндей етіп. Пленка қамырдың бетіне тиіп тұратындай етіп жауып алып, бөлме температурасына салқындататын боламыз. Қамыр мұздатқышта тұрғанына 1 сағат уақыт өтті. Қамырды алып, жайып шығамыз. Қатты жұқа да емес, қалың да емес, орташа етіп жаямыз. Неке жайып алдық. Қамыр жұмыс барысында өте тез ериді. Сол үшін тоңазытқышқа ұзақ уақытқа ұстаңыздар. Қап-қатты болу қажет. Қамырларды енді мұздатқышқа салып қоямыз. Енді қайнатпалы қамырымызды дайындаймыз. Ыдысымызға су, сүт, қант, тұз, және де сары майымызды салып аламыз. Баяу отқа қоямыз. Сары май еріп, кішкене осылай енді ғана қайнап келіп атқанда ұнды салып, жақсылап тездетіп араластырамыз. Неке ыдысымыздың түбі осылай болғанда уже оттан аламыз қамырымызды. Басқа ыдысқа салдым. Енді кішкене салқындатып аламыз. Жұмыртқаның барлығын бірден салмаймыз. Бір-бірлеп сала отырып, жақсылап бір келкі масса болғанша миксерлейтін боламыз. Масса дайын болды. Енді пирожныйларымызды пісіреміз. Қамырды осындай кондитерлік пакетке салдым. Менде мында насадка, Вопипайдың насадкасы. Вопипайдың насадкасы болмаса да, жай осындай кондитерлік мешоктарды кішкене ғана қиып алып, осылай жасай бересіздер. Неке осындай формада барлық массаның бәрін жасап аламыз. Жаңағы тоңазытқышта тұрған қамырды алып, менде мынау жаңағы Вопипайдың насадкасы, осымен дөңгелетіп шығамын. Бұндай насадка болмаса да, әрқалай крышкамен сәйкес келетін жасасаңыздар да болады. Тез-тез жұмыс жасамасаңыздар, қамыр жұмсарып кетеді.
Мінекей осылай алып, бетіне ровно дәл ортасына қойып шығамыз. Мен алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламын. Енді нақты осы уақыт деп айта алмаймын мен. Өйткені әр пештің градусы әртүрлі, сол үшін пісу барысында бақылап тұрғандарыңыз дұрыс. Мінекей жасыл түсті пирожныйларымыз пісіп дайын болды. Өте керемет болып шықты. Енді қызыл түсті пирожныйларымызды пісіретін боламыз. Массаларды осылай құйып шықтым. Беті тегіс болу үшін қолымызды кішкене сулап басып жіберсек тегістеледі. Енді тоңазытқыштағы қызыл түсті қамырымызды алып, оны да жаңағы насатканың көмегімен бөліп, бетіне қойып шығамыз. Мінекей, енді пешке салып пісіріп аламын. Мінекей, пирожныйларымыз дайын. Енді крем дайындаймыз. Бөлме температурасында тұрған сармайға қантты ұнтақты, яғни сахарный пудраны 2 бөліп салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Сармай мен қайнатпалы кремді мен бірдей температурада ұстадым. Ол өте маңызды. Өйткені екеуінің температурасы 2 түрлі болса, крем іртік болып кетеді. Сол үшін екеуінің температурасы бірдей болуы қажет. Мінекей қайнатпалы креміміз осындай болып шықты. Сармайдың үстіне бірнеше бөліктерге бөліп сала отырып, венчикпен немесе осылай лопаткамен араластырып аламыз бірінші. Енді аз ғана миксерлеп аламыз, біркелкі болғанша. Креміміз дайын. Мінекей формасын ұстайды. Өте керемет болып шықты крем. Пирожныйлардың жоғарысын пышақпен кесіп шығамыз. Пышақ өткір болуы керек. Мінекей іші де піскен. Барлық пирожныйлардың барлығын осылай кесіп алып, ішіне крем құямыз. Мендегі насатка осындай. Енді пирожныйларымыздың ішіне кремді құйып шығамыз. Мінекей бетін жауып, өз қалауларыңызша әрлеңіздер. Пирожныйда кремде өте керемет шыққан. Видеода байқасаңыздар, крем формасын өте жақсы ұстайды. Үйде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.